Құрметті қыз-келіншектер, бүгін манты істейміз. Ол үшін бізге 200 грамм су, 1 жұмыртқа, сосын 1 чайный ложка тұз қажет. Осымен жақсылап қамырлаймыз. Қамырларыңыз қатты жұмсақ болып кетпесін. Осылай қамырлап аламыз. Ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Енді ішіне фарш саламыз. Фаршқа пияз, 3 түк пияз салдым, сосын картошкамен асқабақ салдым. Екеуін бірдей көлемде қылып салдым. Татымына қарай тұз, бұрыш, сұйық майдан 2 ас қасық құйдым. Осылай жақсылап араластырасыздар. Енді қамырын жаямыз. Осылай сәл-сәл үлкейтіп алыңыздар. Сосын қамыр жайған кезде ортасына қолдарыңызды көп апармаңыздар. Ләжі болса 2 шетінен басып отырып жайсаңыздар, дөңгелек үлкен қамыр шығады. Осылай үлкен болғаннан кейін, осылай бүктеп мантының көлеміне ыңғайлап кесіп аласыздар да, бір-біреуден осылай қайтып тағы бірінің үстіне бірін жайып шығасыздар. Жайып болғаннан кейін, осылай мантыға өлшеп 4-5 қылып кесіп шығамыз. Қалған 3 бұрышты кішкентайларын бір-біріне үйлесе, бір-біріне біріктіріп жіберіңіздер, қамыр қалмау үшін. Осылай барлығына бірдей етіп салмамызды тастап шығамыз. Осылай 2 шетін түйесіздер, сосын тегіс болып тұрған шетінен 2 шетінен тағы да қыссаңыздар, әдемі манты шығады. Міне менің 3 жасар қызым да, 3 оқитын қызым да түйуге көмектесіп жатыр. Осылай тез-тез түйіп тастадық. Отқа 45 минутқа қайнатып пісіріп алыңыздар. Міне біздің мантымыз пісіп те қалды. Міне осылай бетіне подливас деп салып жесеңіздер де болады. Майонез құйып, қаймақ салып жеңіздер, ас болсын.